2025 жылы сені не күтіп тұр? 2025 жылы жалпы бізде ортақ 9 жыл. Бұл өте эмоцияның жоғары көтерілетін жыл, денсаулық кететін жыл. Қазір міне қаңтар айынан бастап өте көп адамдар келіп жатыр. Қазір менде денсаулық кетті, менің басым ауырды, менде позвоночный грыжа болды, менде миома болып кетті, менде онкология болып кетті, тағы да сахарный диабет болып кетті, мен білмеймін не болып жатқанын деп. Неге? Өйткені ортақ күн бізге солай жұмыс жасайды. Тағы да басқа, бұл ортақ жылдан басқа әр адамның өзінің жеке жылы бар. Мен қазір сіздерге қысқаша осы жеке жылда не болады, сол туралы айтқым келіп отыр. Егер де сіздерге осы видео қызық болатын болса, онда колокольчикті басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге қазір от тақырыпты ашамын. Ал енді кеттік. Егер де сізде жеке жылыңыз бірінші жыл болатын болса, онда сізде жаңа өмір басталады, жаңа бизнес басталады, жаңа орта басталады. Өмірді өзгерткенге сіз дайын болыңыз. Неге? Өйткені Алла тағаладан сізге үлкен күннің энергиясы жұмыс жасайды. Ол сіздің өміріңізге кірді, бітті, сіздің ойыңыз өзгеріп кетеді. Бізге ең бірінші мынаны түсіну керек. Жеке жыл деген ол бізге әр жылы ауысып отыратын жыл. Содан кейін мынандай ғой. Мысалы, саған жеке жыл кірді ғой, бірінші жыл. Бітті, сен тек қана сол информационный потоктың астында жүресің. Сен тек қана солай ғана ойлайсың. Сен тек қана солай ғана әрекет жасайсың. Сенің ойың именно сол жылы ана направлениеда өзгереді. Түсінікті, иә? Екінші, егер де саған жыл кіретін болса, онда сенде күмән болады. Сенде өте көп депрессия, стресс болуы мүмкін. Сен көп адамдармен ұрысуы мүмкін. Не істеу керек? Керісінше ұрыспау керек. Керісінше дипломатиялық қарым-қатынаста сақтап қалу керек. Сол кезде сен кармаға кірмейсің. Әдемі сен жылыңды өткізесің. Саған адамдар арқылы мүмкіндік келетін болады. Үшінші жылы кірген кезде сенде четко, конкретно анализ жұмыс жасайды. То есть үштіктерде қалай милар жұмыс жасайды? Юпитер саған прям ғаламшары ықпалын тигізеді. Сенің басында анализ қосылады. Қандай анализ? Мен қалай өмір сүріп жүрмін? Мен мына бизнесті қалай жасап жатырмын? Вообще мен кіммін? Мен не істеп жүрмін мына әлемде? Мен не үшін келдім деген сенің санаңда сұрақ тұрады. Содан кейін именно осы үшінші жылдың ықпалы қандай болады? Сен білімнің артынан қуып кетесің. Білім іздеп кетесің. Бірақ оның минусовой энергиясы азартқа кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан да осы жылда абай болу керек. Мен сіздерге сразу же осы жақта кейс айтып кетейін. Маған бір оқырманым келді. Именно үшінші жылы Астана қаласында өзінің квартирасын сатып, ол 1 тиын ақшасыз қалды. Сонда бұл жақта қандай ой ода болды да? Азартқа кіріп кетті. Көрдіңіздер ме? Үшінші жылы адам азартқа кіріп кетеді. Азартқа кіріпті, ол ойлады, 20 миллион саламын, одан 60 миллион жасайым деп ойлады да. Но оның барлығы мен алдындағы видеодағы айтқандай субъектив болды. Тек қана оның өзінің нәпсісі алғысы келді. Егер сіздерге қызық болса, мен айтайын. Или өздеріңіз ойлап табасыздар ма, ол қандай адам? Әрине, ол сегіздік. Сол сегіздік просто сол жылы минусқа кіріп кетті. Ақшасыз қалды, көліксіз қалды, жаңа үйсіз қалды. Көрдіңіздер ме? Именно үшінші жыл осында азарт жұмыс жасайды да. Ішіп кетеді, ақшадан айырылады адамдар, осында лудоманияға кіріп кетеді. И поэтому әр жылдың өзінің минусы бар, әр жылдың өзінің плюсы бар. Соны ұмытпайық. Енді 4-ші жыл кірген кезде ол жылы мистика жұмыс жасайды. То есть сіздерге Раху планета давить етіп тұрады. И сіздердің ойларыңыз өзгереді. Сіздерге бәрі түгіл адал болу керек, бәрі түгіл честно болу керек. Каким-то образом сенде революция қосылып кетеді. Бұл жылда мистически, егер де адам плюсовой энергияда жүрсе, онда байып кетуі мүмкін да. Егер де минусовой энергияда жүрсе, онда не кетеді? Денсаулық кете бастайды, и сенде көп ақша кете бастайды да. Давайте мен тағы да кейс айтайын, чтобы сіздерге түсінікті болсын. Маған бір Госбанктың зам директор келді консультацияға, именно 4-ші жылдың ең аяқ жағында. Сонда мен мынандай сұрақ қойдым. Сіз осы биыл қанша ақша жоғалттыңыз дедім. Сөйтсем айтады, жоқ, менде ақша жоғалған жоқ, менде бәрі нормально болды дейді. Мен жақсылап тұрып ойланыңыз дедім. И вот представляете, сіздерге кейс арқылы түсінік келеді. Ол алған, счетында жатқан 7 миллион ақшаға просто так тұрған нормальный квартираға алғанда ремонт жасап тастаған ғой. И өз акасы очередьта тұр екен, тағы да басқа бір пәтер алам деген ғой, однокомнатында өткізем, сатып алам деп. Енді когда
оған алуға мүмкіндік келген кезде счетындағы тұрған ақша жоқ. Сонда қараңыздар, без анализа 4-ші жылы мистически 7 миллион ақша одан кетіп қалды да. Ол не істеу керек еді? 3 миллионы да жатыр, 7 миллионды қосып, однокомнатный квартира алып, на то время ол кезде 4 жыл бұрын сондай болды. 8 миллионға, 10 миллионға қалан шетінен квартиралар 12 миллионға алатын мүмкіндік болды. И вот 4-ші жылы ол өзінің мүмкіндігін жіберіп алды. То есть, мынандай, айтады ғой бізде, бір какой-то непредсказуемый расход болады деп. И поэтому 4-ші жылы адам абайлау керек. 4-ші жылы егер де сіздерде жеке 4-ші жыл болатын болса, операция жасатуға болмайды, больницаға қаралуға болмайды, о жақта мистика жұмыс жасайды. Сен оған сенсең де, сенбесең де 100% ол программа жұмыс жасайды. Дальше кеттік. 5-ші жылы керемет жыл келеді. Егер де бизнес болатын болса, онда именно 5-ші жылы ол бизнесті прямо масштабировать етуге болады. Сен мына армандап жүрдің ғой, бизнесімді көтерсем екен, осыны масштабқа қалай шығарсам екен. Әр бизнесмен сол туралы армандайды. Именно жеке 5-ші жылда бизнесің сенің не только 2, не только 5, 25x атуы мүмкін да. Ну, ол үшін не істеу керек? Целесообразный, то есть орынды, орынсыз әрекет жасау керек. Сол жылдың ықпалымен пайдалану керек саған. Егер де минусовая энергия болатын болса, 4-ші жылда, 5-ші жылда адамда күрес қосылып отырады. Күрес қосылған кезде, естественно, нені жоғалтады? Ол энергияны жоғалтады. Содан кейін денсаулықты жоғалтады. Денсаулық кеткен кезде энергия кетеді, энергия кеткен кезде не кетеді? Ақша кетеді. Неге? Өйткені энергия тең ақшаға. Оның алдындағы видеода мен осыны айтқан болатын. Енді 6-ші жыл кіреді. 6-ші жыл кірген кезде адамдарда жайлылық болады. Неге? Өйткені шолпан ғаламшары саған ықпалын тигізеді. Ол жылы минусовой энергияда созылмалы аурулар басталады. Сенде бір жалқаулық пайда болады. Ештеңке жасағың келмейді. Созылып, ертеңге бәрін төр қалдырасың. Ал плюсовой энергияда ол мүмкіндіктердің жылы, ол махаббаттың жылы, қарым-қатынастың жылы. Сондықтан да осы жылмен пайдаланып, именно бізге оның алдындағы айтқан сверхобъективта бізге прямо ИП-ні ашып, бизнесті тіркеп, бүткіл регистрацияны күйеуге тиіп алып, үйленіп алып, тойды жасап алып, бизнесті гүлдетіп, миллиондап ақша табатын мықты жыл болады ол. Егер де сен онымен пайдаланатын болсаң. Енді 7-ші жыл кіреді. 7-ші жыл кірген кезінде бұл жақта золотой середина деген жоқ. Бұл жақта либо сен өсесің, үлкен деңгейге көтерілесің, либо сен түсесің, то есть на дно, бітті сен, до того солай түсесің. Бұл жылы ішуге болмайды, грубо айтқанда қоқ кетуге болмайды, жаңағы шегуге, ішуге, слишком андай расслабиться етуге болмайды. Именно бұл жылы бізге тәніміздің тәртібі керек. Осы жақта прям сөздің мынандай несі кеп тұр да, кезегі кеп тұр да, сүтсай ғылымына лично өзімнің 7-ші жылымда мен келдім. Сіздер білесіздер ме? Мен бір-ақ жылда, осы 7-ші жеке жылымда келдім да, бір-ақ жылда мен жұлдыз болдым. Менің инстаграмда түсірген видеоларым, мына бір тиктокта түсірген видеоларым миллионный просмотр жинады. Неге? Өйткені менде тәннің тәртібі болды. Сүтсай ғылымының инструментімен мен бірде-бір қолдандым. Мен білдім менде қандай жыл екен, менде қандай ай екен. И солай мен жұмыс жасаған кезде бүгінгі таңда енді нәтижені өздеріңіз көріп отырсыздар. Сондықтан да әрқайсыларыңыз осы жылмен қолданатын болсаңыздар, сол кезде біз жетістікке жетеміз. 7-ші жылы тоже операция жасатуға болмайды, тісті жұлдыруға болмайды, өйткені солай жұмыс жасап тұр. Кету бізге ықпалын тигізеді, и біздің басымызда хаос болады, егер біз минуста жүретін болсақ. И сен не істеп не қойғанды білмейсің. Желательно бүткіл іс-шараның бәрін жаңағы сен егерде ауырасың, 6-ші жыл емделу керек, тісің жөндетесің, 6-ші жыл емделу керек, 7-ші жылға желательно қалдырудың қажет емес. И бизнесті желательно 7-ші жылда ашудың қажет емес. Неге? Өйткені сен минусқа кетесің. Это 100% ол уже гарантия болады да. Давайте мен сіздерге тағы да бір кейс айтып кетейін. Маған анау Чимкенттен, Арыс деген қаладан бір-екі жігіт келеді. Просто так мен бесплатно шейін просто так айта салғам ғой. Биыл сіздерге болмайды, ашуға болмайды деп. 60 миллионнан, в общем, 120 миллион ба, сондай ақша салып тастайды. Тегіннің
құны татымас деген осы ғой. Маған просто дайрыққа жазды, мен жауап бере салдым. Өйткені қазақ қой да, ертең күні банкрот болады, мен оны біліп отырдым. Олар қарамастан, біреуінікі жаңа 4-ші жыл, біреуінікі 7-ші жыл. Соған қарамастан бизнесті ашты. Кейіннен ол кісі мастер-классқа келді, екі қалтасын ашып маған көрсетті. Айсұлу ханым айтқанда мен банкрот болдым деді. Бізге ашпайтын жылы біз бизнесті ашты. Ровно 6 айдың ішінде полный ақшадан айырылған. Сондықтан да осындай қателіктерді жібермеңіздер. Міндетті түрде өздеріңіздің жылдарыңызға қарап бизнес ашыңыздар. Жарай ма? Ары қарай кеттік. 8-ші жыл еңбек ететін жыл. Егер де сіздер өздеріңіздің жеке 8-ші жылдарыңызда плюсовый энергияда жүретін болсаңыздар, өте мықты еңбек етесіздер. И оның следствиясы не болады? Оның следствиясы өте көп ақша табасыздар. Минусовый энергияда бұл жақта адам отшельник болады, одиночество болады адамда, солай болады да. Жатып шерлік болады, минусқа кіріп кетпеңіздер. И самый соңғы, жаңа мен оның алдындағы айтқан 9-ші жыл келген кезде жеке жыл туралы айтып отырмын. Денсаулық. Самый главный бұл жылда сіздерге чекап, полностью анализді тапсырыңыздар. Прямо бар ғой, өздеріңізге уақытты бөліңіздер. И именно өздеріңіздің денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Енді егерде біз логично ойлайтын болсақ, действительно денсаулық кетеді. Неге? Өйткені 7-ші жылда бізде кризис болады, 8-ші жыл біз еңбек етеміз де, түгіміз қалмайды физически, естественно 9-ші жыл бізде денсаулық кетеді. И плюсовый энергияда бұл өте көп адамдарға мүмкіндік береді. И мен өзімнің кейсіммен бөлісіп кетейін. Суицид ғылымына келгеннен кейін мен әрине өзім қолданамын бұл инструментпен. И сол инструмент арқылы мен қаншама адамдарды көтеріп жатырмын да, именно 9-ші жылда тоқтатпай маған мүмкіндіктер келді. Сол жылы бізге коучинг сабақты берген болатын материалды. 10 подряд 10 поток коучинг өткізіп тастадым ғой мен. Вот мүмкіндіктердің жылы деген сол. Но минуста ол жылы мен ремонт бастадым, и мен 3 бригаданы ауыстырып тастадым ғой. И сонан кейін табан астынан менде диарея басталды ғой. До того басталған кезде тоқтамай менде 9 күн подряд солай диарея болды. Даже, представляете, этот знаменитый, елдің бәрі оны білет, левомицетин деген дәрі бар. Бір таблетканы іштің, удай қуанаушы, сразу же тоқтатады диареяны. 2 таблетканы ішем, тоқтамайды ғой. До тех пор, пока мен барып, врачтар да тоқтатамады, ешкім тоқтатамады. Мен өзім содан кейін барып, народный медицинаға жүгініп, сөйтіп қана 10-ші күні әйтеуір ол тоқтады. Неге? Все равно внутри адамның эмоциясы көтеріледі. И мынандай ғой, саған 3 бригаданы ауыстырғаннан кейін, конечно, бәрібір сенің 1000 жерден сен өзімді ұстаймын дегенмен, бәрібір внутри сенде ол ақша кетіп жатыр, ол претензия сенде. И сонан кейін мынандай ғой, эмоция көтерілген кезде, конечно, денсаулық кетеді. Но ол адамға байланысты емес. Ол жылы Марс, оттық планета сенің ықпалын тигізіп тұрады да. И оның минусы бар, плюсы бар. Мен сіздерге қазір минус пен плюсті лично өзімнің кейсімді, лично маған келген адамдардың кейсі арқылы жеткізім келді. Егер де сіздерге осы видео қызық болатын болса, міндетті түрде прямо комментарийға жазыңыздар. Биыл сіздермен не болып жатыр? Қандай состояниеда жүрсіздер? Депрессия, стресс, или сенде күмән не болып жатыр биыл? Или сен азартқа кіріп кеттің ба? Содан кейін саналы өмір сүремін. Мен басқа деңгейге көтерілемін. Мен вообще уже шаршап кеттім. Өзімнің таппаймын кім екенімді. Бала-шағамды түсінбеймін деген біздің өзіміздің менің лично оқырмандарыма мен айтатыным. Уақытты бостан босқа жоғалтпаңыздар. Ерте ма кеш па, бәрібір сіздер келесіздер. Но оны алдын алыңыздар, я. Сондықтан да коучинг сабаққа скоро мен коучинг сабақты тағы да бастаймын. Ол уже 21-ші поток болады. Комментарийға міндетті түрде коучинг маған керек деген сөзді жазып кетіңіздер. Сіздермен менеджерлер хабарласады, сонан кейін 15 минут мен сізбен отырамын да, сізге тегін консультация жасаймын. Содан кейін сіз суицид ғылымының кереметтілігін сол консультацияда түсінетін боласыз. Егер де сізге видео ұнайтын болса, міндетті түрде маған тіркелуді ұмытпай, өзінің жылын білмей жүрген достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.